Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін біз тез әрі оңай дайындалатын варенкадан пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді шығады. Ең алдымен біз құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын араластырып аламыз. Ол бізде ұн. Ұннан соң бір шай қасық қопсышқышымызды қосып аламыз, яғни разрахитель. Мен осылай міндетті түрде разрахительді ұнның арасына араластырамын. Одан соң шекерімізді қосып аламыз. Бүкіл пропорцияны мен сіздерге описание бөлімінде жазбаша түрде қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап, скриндап, ары қарай пирогты жасай берсеңіздер болады. Мінекей құрғақ ингредиенттерімізді араластырып алдық. Келесі кезекте бұл бізде сары май немесе маргаринді салқындатылған күйінше құрғақ ингредиенттерімізге қосып, жақсылап қолменен үйкелеп, араластырып, ұнтақтап аламыз. Ең соңында ғана қамыр болу мақсатында 3 жұмыртқамызды алып, ұнтақтанған массамызға қосамыз. Ол үшін былай жасау керек. Мінекей бірінші жұмыртқаны аласыздар, жарып аламыз да, ақ уызын бөлек ыдысқа, сары уызын біздің ұнтақталған массамызға қосамыз. Дәл осылай 3 рет қайталап шығамыз. Бір рет, екі рет, үш рет. Енді сары уыз салынған массамызды жақсылап араластырып, қамыр қылып аласыздар. Назарларыңызға айта кетейін, егер қамыр болмай жатса, құрғақ болып жатса, бірақ әбден араластырып көріңіздер, шықпай бара жатса, бір қасық сметанадан қосып жіберсеңіздер болады. Жақсылап араластырып қамыр жасағаннан соң пакетке салып, бір холодильникке 15 минутқа салып қоямыз. 15 минутты құр бекерге өткізбес үшін біз салмасын дайындап қоямыз. Салмасына бізге 3 белок керек болады, бағанағы жұмыртқадан қалған, және де варенканың бір банкасы қажет болады. Одан соң дәміне қарай ұнатсаңыздар 70 грамм грек жаңғағын қосып жесеңіздер болады. Өте әдемі үйлесімді дәм береді. Бірақ грек жаңғағын қосу ол міндетті емес. Мен осы жолы араластыру мақсатында миксерді пайдаландым. Миксер жоқ болса вилкамен, вилка жоқ болса венчикпен араластыра берсеңіздер болады. Миксермен араластыру да міндетті емес. Ал енді көптен күткен сәт мен формочкамды дайындап қойдым. Қазір қамырымдап келетін боламын. Біздің қамырымыз 15 минуттай холодильникте тұрды. Кішкене қатты күйге енді осы қамырымызды алып, бір кішкентай бөлікке, екіншісін үлкен бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігін біз формамызға саламыз, пирогымыздың негізі ретінде. Осылай қолдың көмегімен қамырымызды формочкамыздың жан-жағына әдемілеп жабыстырып шығамыз. Пирогты әбден әдемілеп жабыстырып болғаннан соң арасына салмамызды толықтай құйып шығамыз. Көрдіңіздер ме? Мен миксермен араластырған бір минусы ол менің салмам қатты сұйықталынып кетті. Көп араластырып тұра берудің қажеті жоқ. Бір кішкене бір-екі араластырсаңыздар жеткілікті. Енді мен қамырымыздың кішкентай бөлігін осылай пакеттің ішіне саламын да, осылай кішкене жайып ала қоямын. Жайып алғаннан соң осындай методпен қамырымды пакеттен шығарып, пакеттің үстіне қойып, әдемілеп кескішпен кесіп аламын. Менде осындай ирек-ирек кескіш, сіздер кез келген пайдалана берсеңіздер болады. Гүл жасап та қойсаңыздар болады, өте әдемі көрінеді. Пышақпен кесіп сеткада жасасаңыздар болады. Мінекей мен осындай жолмен кескен қамырларымды қойып шықтым. Енді бір айта кететін жайт, салмасының сұйық болуына байланысты кейбір қамырлар батып кетіп жатты, кейбір жерлері ғана. Бірақ бұл дәміне ешқандай да әсер еткен жоқ. Дәмі өте керемет болып шықты. Енді жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Мен екінші рет жасап жатырмын бұл пирогты. Дәл осы рецептпен салмасына банан, одан соң варенка, піскеннен соң бетіне сливки мен маскарпонедан крем жасап қойып шықсаңыздар, банафи пай пирогы дайын болады. Пирогты қалауынша сәндесеңіздер болады, сахарны пудра бетіне сепсеңіздер болады. Мен бірақ пирогтың таза өзін жегенді өте қатты жақсы көремін. Қараңыздаршы, арасындағы салмасы өте нәзік болып піседі. Бұны тарталетке күйінде де дайындап қонақтарға ұсынса болады. Майда-майда пирогтар жасаса да болады. Баршаларыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Аружан. Келесі видеода аман есен жүздескенше сау саламатта болыңыздар.